Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз дәмі сол қалпында сақталатын көкөністерден жасалған керемет салатты дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін көріп, мені қолдау білдіріп, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Неге бірінші бізде екі түрлі пиязды қолданасыздар. Егер де қызыл пиязыңыз болмайтын болса, осындай бір пиязды турап қолдана берсеңіздер де болады. Пияздарымызды осылай дөңгелектеп турап аламыз. Бұл салатымыз тәбет ашарлықта өте керемет болып шығады. Қыстан күні қою тағамдарменен ұсынсаңыздар әдемі желінетін болады. Пиязымызды турап болдық. Енді оның үстінен бір қасық немесе бір жарым ас қасықта тұзды салып жақсылап араластырып бір шетке алып қоямыз. Енді қызанағымызды дәл ортасынан бөліп, керек емес жерлерін алып тастап, жартылай осылай шашкелеп етіп турап шығамыз. Енді қиярымызды турайтын боламыз. Дөңгелектеп турасаңыздар, салаттарыңыздың көрінісі де әдемі болады. Үлкендеу қияр болатын болса, осылай екі шетінен сыртының қабығын кесіп алсаңыздар болады. Енді болгар бұрышымыздың жасыл және қызыл түстерін қолданамыз. Егер жіңішке болатын болса, осылай дөңгелек етіп тураңыздар. Үлкендеу болып жататын болса, ортасынан бөліп жартылай етіп турауға болады. Бүтіндей туралса, көрінісі де өте әдемі шығады. Барлық туралған көкөністерімізді бір ыдысқа саламыз, және де укроп, петрушкамызды да турап салып, бір ыдыста араластыратын боламыз. Достар, видеомды көре отырып, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Енді пиязымызды саламыз. Тұзды салмаймыз, жаңағы пиязымызға салған тұзымыз болады. Немесе көрсеңіздер болады, егер тұзы аздау етіп жатқан болса, аздап тұз салып жібересіздер. Осылай ыдысымызбенен сілкіп араластыратын боламыз. Салатымызға қалауларыңыз бойынша ащы бұрыштан турап салсаңыздар болады. Және де сұйық майдан құямыз, иіссіз болуы қажет. Оны да жақсылап араластырып, 20 минутқа тындырып қалдырамыз. Мінекей 20 минуттан кейін салатымыздың осылай суығы шығып, әдемі қалыпқа келеді. Осылай банкамызға салып жайғастырып аламыз.
мінекей банкаларымызға салып, суының барлығын үстіне құйып дайындап қойдық. Менде 3 литр банкаға шықты. Енді олардың қақпағын жауып, кастрөлге мұздай суымызды құйып, бірге қайнататын боламыз. Банкаларымызды осылай сыртынан қайнатамыз. 30 немесе 35 минуттай қайнатсаңыз да жетеді. Кастрөлямыздың қақпағында жауып бірге қайнатасыздар. Менде 70% сірке суы болды. Оны жарты шай қасығын құямыз бір банкаға. Банкаларымыз дайын. Мінекей алып, сыртын тазалап, сүртіп, құрғатып, қақпағымызды бұрап жауып алатын боламыз. Мінекей түрі өте әдемі болып шықты. Дәмі де сондай керемет болады. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін.